сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Бүгінгі сабақта үйренетінің тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінесің. Сөйлемнен зат есімді тауып, олардың түрлерін ажырата аласың. Балалар, сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Менімен бірге қайталаңдар. Қайырлы күн, күнім, далам, орманым. Қайырлы күн, гүлім, құсым, көлдерім. Қайырлы күн, өсімдіктер, жәндіктер. Қайырлы күн, барша тіршілік иесі. Жарайсыңдар. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын мына бейнероликке назар аударыңдар. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Балалар, зат есім жалпылай немесе жекелей атауына қарай екіге бөлінеді. Жалпы есім және жалқы есім. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Мысалы, қала, өзен, тау, кітап, кісі. Ал кісінің аты жөні, жер-су аттары, жануарларға қойылатын атаулар жалқы есім болып табылады. Олар бас әріппен жазылады. Мысалы, Алматы, Ертіс, Алатау, Абылай. Балалар, 9-шы жаттығуда берілген суретші ата өлеңін оқып, өлеңнен зат есімдерді тауып, олардың жалпы есім және жалқы есімдерге ажыратып жазыңдар. Сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы балалар, енді менің жауабыма назар аударып, тексеріңдер. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. 10-шы жаттығу. Мәтінді қатесіз, көркем етіп көшіріп жазыңдар. Мәтіннен зат есімдерді тауып белгілеңдер. Мәтінде күнделікті өмірде қолданбайтын кертіп, бедер деген түсінік берілетін сөздер кездесіп тұр. Кертіп деген сөз бунақтап, кесу. Ал бедер
бір нәрсенің бетіне арнайы салынған сәнді із, таңба деген мағынаны білдіреді. Келесі тапсырма 10-шы жаттығу. Бұл тапсырмада зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажыратып жазыңдар. Балалар, өздеріңді тексеріңдер. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Жарайсыңдар. Балалар, сендер бүгінгі сабақта зат есімді, соның ішінде жалпы және жалқы есімдерді ажыратуды үйрендіңдер. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Жетістік баспалдағы әдісі бойынша бағалайық. Балалар, барлықтарың жасай аламын, баспалдағына шықтыңдар деген ойдамын. Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.